Сәлем достар, бүгін сіздермен өте оңай әрі тез 30 минутта дайындалатын балды торт, яғни орысша айтқанда медовик без раскатки дайындайтын боламыз. Қождары өте жұмсақ, бір шайда жоқ болатын балды тортты дайындаймыз. Ең алдымен кастрөлімізге жұмсақ сары май, оның үстіне қант және де 2 ас қасық балымызды саламыз. Балымыз табиғи болғаны жақсырақ, бірақ табиғи болмаса егер де сізде дүкеннің балын пайдалануға болады. Табиғи балмен дәмдірек болып шығады. Енді осы кастрөлімізді отымыздың үстіне қойып, венчикпен жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Барлығы еріп, беті көпіршіктеніп бастаған кезде 1 шай қасық содамызды салып, со бойда отымыздан түсіріп, басқа ыдысқа құйып суытып аламыз. Егер де со бойда оттан түсірмесеңіз, ол көпіршіктеніп, көбейіп, жан-жағына төгіле бастайды. Сондықтан тез оттан түсіріп, басқа ыдысқа құйып суығанын күтеміз. Суығаннан кейін ол осындай әдемі карамельді түске айналады. Енді бір-бірлеп жұмыртқамызды құя отыра миксерлеп аламыз. Екінші жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Ұнымыздың барлығын бірден сал жібермейміз, 3 бөлікке бөле отыра салып, жақсылап миксерлейміз. Ұнымыз жан-жағына шашырамау үшін ең алдымен миксерді қоспай тұрып, миксердің венчигімен жақсылап бір араластырып жібереміз. Содан соң ғана миксерімізді қосып, жақсылап тағы да бір араластырып аламыз. Ұнымыздың екінші бөлігін салдық. Қамырымыз қоюлана бастайды. Жақсылап миксерлейміз. Ұнымыздың соңғы бөлігін салып, қамырымыз біркелкі болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Қамырымыз дайын болды, осындай қою қамыр шығады. Противнімізге пергамент қағазын төсеп, осы қамырымызды 2-ге бөліп салатын боламыз. Қамырымыз жабысқақ болып келеді. Осындай силиконды күрекшемен, немесе мен сияқты осындай спатуланың көмегімен кішкене спатуламызды сулап жіберіп, осылай қамырымызды жақсылап тегістеп шығамыз. Енді қызып тұрған пеште 180 градусқа беті қызарғанша пісіріп аламыз. Коржымыз піскенше, екінші протеинімізге қалған қамырымызды құйып, оны да жақсылап тегістеп жайып шығамыз. Неке коржымыз осындай әдемі болып қызарып пісіп шықты. Енді осыны 3 бөлікке бөлетін боламыз. Ең әуелі осы шеттеріндегі қисық жерлерін кесіп тастаймыз. Содан соң осылай видеодағыдай бөліп шықсаңыздар болады. Видеода көрсетілгендей корждарымызды 3 бірдей бөлікке бөліп шығамыз. Бір-біріне өлшеп, бірдей қылып бөліп шықсаңыздар, корждарыңыз әдемі болып шығады. Енді жан-жағындағы түзу емес корждарымызды біздер одан крошка жасап, соңында тортымызды әдемілейтін боламыз. Екінші коржымызды да осылай 3 бірдей бөлікке бөліп шығамыз. Неке корждарымызды бөліп шықтық, 6 бірдей корж шығады. Енді блендеріміздің көмегімен осы түзу емес корждарымызды ішіне бөліп салып, жақсылап үгіттейтін боламыз. Егер сіздерде блендер болмаған жағдайда осы корждарымызды бір салафанның ішіне салып, қолымыздың көмегімен немесе оқтаудың көмегімен осылай уақ крошка жасайтын боламыз. Кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге сапасы 20% қаймақ қажет болады. Және де 2-3 ас қасық қант ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Корждарымызды жинайтын боламыз. Корждарымыздың арасына 3-4 ас қасықтан кремімізді құйып, жақсылап жағып шығамыз.
Коржымыздың үстіне кремін жағып, корждарымыздың бір-бірінің үстіне салған кезде қатты баспаймыз, сәл ғана басып корждарымызды жинай береміз. Тортымызды әдемілейтін боламыз. Ол үшін біздерге осы крошкамызды пайдалана отыра жандарына силиконовый крючкемен немесе қолымыздың көмегімен барлық жеріне жеткізіп сеуіп шығатын боламыз. Мінекей, тортымыз дайын болды. Осылай әдемі болып шығады. Енді осыны холодильнигімізге 2-3 сағаттайға қойып аламыз. Сонда ғана креміміз сіңіп, креміміздің сызықтары ортасына жаққан қоңырқай болып әдемі түс береді. Жақындарыңызды қуантып, дайындап беруге сіздерге кеңес беремін.